Қайырлы күн, достар. Бүгін жәндіктермен таныссақ, қалай қарайсыңдар? Алақай. Ол үшін бақшаға барайық. Бақшада жәндіктер көп болады. Кеттік. Жәндіктердің атауын білу үшін мен жұмбақ жасырайын. Ал сен жауабын тауып көр. Жарай ма? Я. Тоқыған ауы, шыбынның жауы. Ол не? Дұрыс айтасың. Өрмекші. 4 қанаты бар, ине де денесі бар. Үлкен бақырайған көздері бар. Бұл не екенін кім табар? Денизник. Жарайсың. Инелік. Қатар-қатар қара нар. Аспанменен барабар. Алды биік, арты жар. Қалай ойлайсың, бұл не? Құмырсқа. Дәл таптың ғой? Құмырсқа. Бірі ағаш кесу құралы, бірі шырынды бал бұлағы. Ол не екен? Мәссаған, қалай тез табылады? Ара. Ат басты, арқар мүйізді, бөрі кеуделі, өз қанатты, құмырсқа ізді, бота тіркесті. Ал енді бұл не екен? Шегіртке. Дәл таптың ақылдың. Шегіртке. Шидім құс. Ши басына қонған құс. Қарқаралы қара құс, хан басына қонған құс. Шыбын. Дұрыс айтасың. Шыбын. Гүл ұшып гүлге қонады, гүл бақшам гүлге толады. Көбелек. Дәл таптың ғой? Көбелек. Жәндіктердің ішінен ең әдемісі көбелек қой дем. Қалай ойлайсың?